Сәлем, бүгін біз YouTube каналымызда табиғат аясындағы тау бөктерінде сакураның гүлдеу уақытын бейнелейміз. Ең алдымен аспанның суретін салып аламыз. Ең алдымен қағазымызды 3 зонаға визуалды түрде бөліп аламыз. Оны бөлмес бұрын барлық қағазымызды осындай қанық көк түспен бояп шығамыз. Су қоспасаңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Гуаш өзі де сұйық. Ал егер де су қосатын болсаңыз, бояуыңызға онда бояуыңыздың кепкенін күту керек болады. Ұзақ күту керек болады. Осылай барлық қағазымызды көк түспен бояп шығамыз. Кейіннен визуалды түрде қағазымызды үшке бөліп аламыз. Көк түсті бояуымызға кішкене қара түс қосып, қанық қара көк түсті шығарамыз. Осылай енді аспанның жоғары жағын қара көк түспен бояп шығамыз. Бояп біттік. Ендігі кезекте осылай контурын жұмсарту үшін таза кисточкамен астан үстіне осылай жүріп шығамыз. Енді ақ түсті аламыз. Сосын парағымыздың екінші бөліміне кірістік. Яғни ортаңғы бөлімін осылай ақ түспен шамалы бояп шығамыз. Оннан солға қарай бағытта. Сол кезде бізде жоғары жағында көк түсіміз қаралау болып келеді. Ортаңғы жағы бізде көгілдір түс болады, ал үшінші бөліміміз ақшыл көк түс болу керек. Сол кезде табиғат аясындағы аспанның дәл көрінісін суретте бейнелеу оңай болады. Енді контурын жұмсарту үшін осылай кисточкамен, таза кисточкамен үстінен астынан үстіне қарай осылай жүріп шығамыз. Енді сакураның талын, яғни сабын, дінін, сабақтарын сала бастаймыз. Осылай шет жақтан жоғары қарай үлкен жайылған тал бейнелейміз. Сабақтары жіңішке, шетке қарай сурет салған сайын сабақтары жіңішкелей береді. Сіз талды басқаша да сипаттасаңыз болады. Шет жағынан немесе орта жағынан бейнелесеңіз де болады. Ол әрине сіздің талғамыңызға ғана сай орындалатын нәрселер. Дінін шамалы жуандатамыз. Талды осылай оңай салу үшін жіңішке кисточкамен қара гуашты сумен араластырып алыңыз. Сол кезде бояуыңыз өте жеңіл қағазға жұғады. Салу өте оңай болады. Тағда маңызды нәрсе, көк фонды бояп болғаннан кейін талды салмас бұрын алдымен суретті кептіріп алыңыздар. Себебі, егер суретті кептірмесеңіздер, онда бояулар араласып, жағылып, әдемі емес болып шығады. Енді тауды бейнелейміз. Тауды ақ бояумен контурын осылай бейнелеп аламын көріну үшін. Таудың шыны және де шет жағында осылай айдың суретін жасап бейнелеп қоямын. Себебі ұмытып кетпеу үшін бір рет бояп шығамын, қазір екінші рет бояп шығамын, және де сурет кепкеннен кейін үшінші рет ақ бояумен бояймын. Себебі астыңғы түсі көк болғандықтан ақ түсті гуаш
толығымен жаппау мүмкін. Сондықтан да бірнеше рет қайта бояған дұрыс. Енді маңызды нәрсе, көк түсті аламыз, тауды бояймыз. Тау суретте қара түсті көрінгенмен, ол қара түсті емес. Ол қанық, көк түс, бірақ өте қара түске жақын. Осылай көк түске қызыл түсті қосып араластырдық. Жақсылап араластырып шығасыздар. Сол кезде көк түстің тоны басқаша қанық болып шығады, яғни бірнеше тонға өзгеше болып шығады. Бізге де керегі сол. Таудың бөктерлерін бояп жатырмыз, астыңғы жақтарын. Шынын бояймыз ақырындап. Үстіңгі жағы ақ болып қала берсін, себебі бізде ол жерде қарды бейнелейміз. Осылай дұрыстап шығамыз. Таудың суретін салу өте қызық екен негізі. Тек қана бояп қана емес, оның бөктерінің қырларын суретпен көрсетуге де тырыстық. Ақ гуашымызды алып, осылай ұзыннан кішкене ғана осылай сызықшалар салып шықтық. Оны қазір кисточкамен ақырындап осылай жұмсартамыз. Сол кезде біздің тауымыз тіп-тіке беткейлерінің қырлы екенін көрсету үшін жасалынған нәрсе. Ал кейіннен қайтадан көк түспен жүріп шығасыздар. Сол кезде суретіңіз кепкен кезде ол байқалады. Енді таудың шынындағы қардың суретін саламыз. Қарды өзіңіз білесіз, әрине салмасаңыз да болады, бірақ қардың суретмен әрине тау эффектіне көрінеді. Осылай қардың төгіліп тұрғандай қылып бейнелейміз. Қардың суретін бірнеше рет саламыз, себебі бояуымыз ақ түсті, астынан көк түстің шығып кетуі де мүмкін шілігі мол. Енді осылай қардың ағылып, төгіліп жатқанын бейнелейміз. Және де айдың бояп болғаннан кейін айдың көлеңкесі тақырдың бетінде, яғни таудың жоғары жағында көлеңкені бейнелеуге тырысамыз. Жоғарыда айтып кеткен көлеңкенің бейнелеуге тырысып жатырмыз. Яғни осылай бір жақ бетке осылай кішкене өзгешелеу болады. Жоғарыда айтып кеткендегідей, ендігі бізде айдың кепкен уақытында үшінші рет ақ гуашпен бояумен жүріп шығу. Енді сакураның жапырақтарын, гүлдерін, яғни бейнелейміз. Ол бізде алыста бейнеленген болғандықтан, оны кисточканың ұрғылау әдісі арқылы жапырақтарын саламыз. Осылай ақ, қызыл және де неон қызғылт түсті араластырып,
сондай бір малиновый, коралловый дейді, сондай түсті шығарып алдым. Осылай кисточканы малып алдым да, және де осылай арасынан ұрғылау арқылы бояп шығамыз. Гүлдерді көп қылсаңыз да болады, аз қылсаңыздар да болады. Ол сіздің талғамыңызға ғана сай. Өзіңіз білесіз, яғни. Ең алдымен осылай неон қызғылт түсімен жүріп шықтым. Одан кейін ақ түсті қостым, және де кәдімгі қарапайым қызыл түсті бояуды қосамыз. Сол кезде экранымыздың көрсетілгендей суретте гүлдер шығады. Соңғы элементтер ақ түсті қосып шықтым. Яғни суретімізді гүлдерін салып болғаннан кейін қолыңызға алып алыстан қарасаңыз, қандай түстің жетіспей тұрғандығы бірден көрінеді көзге. Сол жетіспей тұрған түстерді тек қана арасынан қосып жіберу керек болады. Міне бізде осындай ғажайып сурет шықты. Бізбен бірге сурет салып үйренгің келсе, YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.